Саукеледегі қазақша киінген аналарымыздың сұхбат жүргізсек. Саламатсыздар, аналар амансыздар ма? Келіңіздер бірігіп көпшілік болайық. Қай жақтан шығып келе жатсыздар? Біз Монтайтас елді мекенінен келдік. Мынау бүгінгі қарттар мерекесіне арналған салтанатты жиынға бишілер тобы болып келіп отырмыз. Асыл әжелер бишілер тобы. Жалпы біз жағы шарадан шығып келіп отқан аудан әкімін көріп қалдық. Аудан әкімін танисыздар ма? Танимыз. Ол кісінің қызметіне қандай баға бересіздер? Гүлжан апайымыз өте керемет. Әкім Гүлжан Кегелі Құрманбекова Арыс ауданында көптеген жаңалықтар бой көтерді. Газ келіп жатыр Арысымызға, көркейіп жатыр. Қарттарға көп көңіл бөліп, ардагерлер үйін ашып, қарттарға көп көңіл бөліп отыр бұл жерде. Халыққа өте жақын, етене жақын жүреді ол кісі әрдайым. Автобустарға дейін көбейтіп Арыстың қаласында. Өте жақсы. Гүлжанның арқасында көптеген бұрын болмаған жаңалықтар жетістігі қолымыз жетіп жатыр. Тек айтатынымыз алғыс. Алла өмір берсін. Тілегіміз сол. Қуаныштың берекеті сөз сөйледі, тілек айтты қарттарға деп. Қарттар аман жүре берсін деп. Оған бізге дән риза қуаныш беріп жатыр. Қарттарға жаңағы еңбегін ескеріп, алғысын айтып жатыр. Біз де айтатынымыз алғыс. Ол кісі мысалы осы іс-шараның бәрі әртүрлі сценалар құрылды. Сонда жастарды біздің қазақи салт дәстүрімізді жалғастыруға. Қазір осы іс-шараны өткізіп келе жатырмыз. Әкім ханыммен бірге атсалысып, жақсы кісі. Ұнайды іс-шараларының бәрі. Халықпен бірге ол кісі. Арысымыз күннен күнге өркендеп, дамып келе жатыр. Әкіміміз жақсы жұмыстар атқарып жатыр. Мұны қаламызда жағы ардагерлер үйі бар. Ардагерлерге өте керемет қарттар күніне байланысты жағы шаралар өткізіліп жатыр. Бүгін соның үлкен куәсі болып шықтық. Мынау ардагерлерге арнап ардагерлер үйінің салты ол жерде өте ардагерлер жаттығулар жасап әйтеуір барлық жағдай жасаған ғой. Елімізде тыныштық болсын. Қаламыз күннен күнге көркейе берсін, дами берсін. Елде тыныштық болсын.